Саламатсыздар ма, курс тыңдаушылары? Келесі дәрістің тақырыбы сұйық орталарды араластыруға жұмсалған энергия шығыны. Дәрістің тақырыбы сұйық ортаның араласуы, араластырудың түрлері, араластыру қарқындылығы және өнімділігі, механикалық араласу, араластыруға жұмсалған энергия шығыны және араластырғыштарды таңдау және есептеу. Сұйық ортаның араласуы. Сұйық ортаны паста тәрізді және қатты ұнтақ материалдарды араластыру химиялық технологияда кеңінен тараған процестердің бірі. Техникада көбіне сұйық ортаны араластыру процесі кездеседі. Сұйық ортаны араластыру деп ортаға механикалық араластырғыштан газ ағынынан немесе сұйықтан берілетін импульс арқылы сұйықтың макроскопиялық элементтерін бірнеше рет араластыру процесін айтамыз. Химиялық өнеркәсіпте суспензия, эмульсия және гомогенді системаларды алу үшін химиялық жылу және масса алмасу процестерінің қарқындылығын көбейтуге сұйық орталарды араластыру процесі кеңінен қолданылады. Сұйық ортаны араластыру келесі негізгі мақсаттарды анықтауда қолданылады. Бірінші, жылу немесе масса алмасу процесін интенсификациялау, оның ішінде химиялық реакцияның қатысында. Екінші, қатты бөлшектердің сұйық көлеміне біртекті бөлінуі, сонымен қатар сұйықтың сұйықтықта біртекті бөлінуі, газдардың сұйықтықта біртекті бөлінуі негізгі мақсаттарын қарастырады. Сұйық орталарды араластырудың негізгі үш тәсілі болады. Бұл яғни механикалық әртүрлі құрылысты араластырғыштар жәрдемімен араластыру, екінші пневматикалық сығылған ауа немесе инертті газдар жәрдемімен араластыру, үшінші циркуляциялық насостар немесе соплалар көмегімен араластыру. Араластыру процесі негізінен араластыру сапасын және араластыру әрекетінің қарқындылығымен сипатталады. Араластыру процесінің сапасы әртүрлі процестердің мақсатына байланысты түрліше бөлінеді. Бұл суспензияларды алу, араластыру сапасы қатты бөлшектердің аппарат көлемінде бірыңғай таралуының дәрежесін сипаттайды. Жылу және масса алмасу процестерінің қарқындылығын көбейтуде жылу және масса өту коэффициенттерінің араластырғанда қаншалықты көбейгенін сипаттайды. Ал араластыру қарқындылығы бұл технологиялық процестің берілген нәтижесіне жету үшін кеткен уақыт мөлшерімен немесе белгілі уақыттағы араластырғыштың айналу санымен анықталады. Араластыру қарқындылығы белгілі бір уақыт ішінде араласатын сұйық көлеміне берілетін энергия мөлшерімен анықталады, яғни N әрпімен белгіленеді. Және араластыру қарқындылығын арттыру энергия шығындарын арттырумен байланысты, бірақ технологиялық тиімді араласудың қарқындылығын арттырудан белгілі шектеулермен шектелген. Сондықтан араластыру процесін тиімді өткізу үшін мүмкіндігінше аз уақыт қажет болған араластыру сапасын қамтамасыз ету керек. Белгілі бір уақыт ішінде араластырғышта аппараттарда араласатын сұйық көлемі бұл насосты эффект деп аталады. Сонымен қатар белгілі бір араластырғыштың маңызды сипаттамасы болып саналады. Себебі насосты эффект неғұрлым көп болатын болса, аппаратта араласу соғұрлым өте жақсы өтеді. Және осы кезде сұйық бетінде иірім пайда болады. Оның тереңдігі араластырғыштың айналу жиілігінің өскен сайын яғни тереңдеп отырады. Бұл құбылыс жұмыстың тұрақтылығын төмендетіп, араластырудың эффективтілігіне, яғни кері әсер етеді. Иірімнің тереңдігі мен формасына араластырғыштың диаметрі мен оның айналу жиілігі көп әсер етеді. Иірімдер болмау үшін аппарат ішкі қабырғасына тік араластырғыштар, пластиналар орналастырылады. Көбінесе қабырғадан біраз қашықтықта орнатылады және пластиналардың оптималды саны 4-ке тең. Және тәжірибе жүзінде олар анықталады. Ал олардың еліні аппарат диаметрінің 10%-ын құрайды. Пластиналар міне көрсетілген, қалай орналастырылғаны. Жаңағы иірімдердің пайда болмауы үшін көп жағдайда яғни аппараттың қабырғасына жақындатып, яғни пластиналар орналастырылады. Механикалық араластырғыштардың тұтынатын қуаты ауырлық күшінің әсерін есепке алғанда сұйықтықтардың еріксіз қалыптасқан қозғалысын гидродинамиканың жалпылама ұқсастық сандар теңдеуімен өрнектеуге болады. Яғни Эйлер санымен сұйықтық айналып ағып тұрған қалақты қарастыратын болсақ, Ньютонның заңына сәйкес келесі формуламен анықталады.
Механикалық араластырғыштар келесі топтарға бөлінеді. Бұлар яғни құрылысы бойынша пропеллерлі, қалақшалы турбиналық, айналу жылдамдығы бойынша тез айналатын, баяу айналатын болып бөлінеді. Пропеллерлі араластырғыштар бұлар айналу жылдамдығы 2,8 яғни айналымға тең секундына. Яғни бұлардың артықшылығы пропеллерлі араластырғыштың суреті көрсетілген. Бұлардың негізгі артықшылығы бұлар яғни өлшемдері өте үлкен болмайды, қымбат емес. Кемшіліктері бұлар яғни тек эллипс түрде болған аппараттарда ғана қолдануға мүмкіндік береді. Келесі қалақшалы араластырғыштар суреті сондай ақ көрсетілген дәрісте. Бұлар яғни олар екі немесе одан да көп айналмалы валға тіке немесе қисайып бекітілген жалпақ қапақшалар түрінде орналастырылады. Қалақшалы араластырғыштардың арнайы конструкциялары бұлар яғни якорь түрде, рама түрінде және планеталардың жинағы тәрізді түрде конструкциялары өзгеріп отырады. Келесі турбиналық араластырғыштар. Бұлар енді ашық немесе жабық түрде болады. Бұлар көбіне тез түзілетін эмульсия мен суспензияларды алу үшін жиі қолданылады. Араластырғыштардың барлық түрлерінің тиімділігі бұлар сұйықтың немесе тұтқар массасының бүкіл көлемінде біркелкі араласу дәрежесімен сипатталады. Бұнда яғни акустикалық араластыру сызбасы көрсетілген, сонымен қатар циркуляциялық араластыру механизмінің яғни сипаттамасы берілген. Келесі суретте біз бірнеше түрлі араластырғыштардың құрылысына тоқталып өтейік. Бұл яғни бірінші бізде пропеллерлі, яғни қалашығы араластырғыштар. Екінші Б суретінде бізде мұнда екі қалақты араластырғыштар. Үшінші үш қалақты араластырғыштар. Төртінші ашық турбиналы, бесінші жабық турбиналы және фрезерлі араластырғыштардың құрылымдары келтірілген. Яғни химиялық өндірісте қандай сұйық алу немесе эмульсияны алу мақсатын алынатын, яғни сұйықтықтың араласу мақсатына байланысты біздер яғни осы араластырғыштарды таңдаймыз. Яғни жаңағы аз мөлшерде сұйықтықтарды араластыру үшін болса, яғни бұнда пропеллерлі немесе қалақты араластырғыштарды қолданамыз. Ал егер де үлкен көлемді сұйықтықтар мен эмульсияларды араластыру үшін біздер көп жағдайда яғни турбиналы араластырғыштарды кеңінен қолданылады. Яғни себебі бұл турбиналы араластырғыштардың айналу қарқындылығы өте жоғары, сондықтан олардың да яғни айналу қарқындылығы өте жоғары болғандықтан үлкен өндірістер үшін өте жиі қолданылады.